Ассаламу алейкум, барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Нұрлан. Бүгін сіздерге әріптесім Алмаз Бейсенбаев екеуміз веб негіздері атты курсты ұсынбақшымыз. Бұл курс жалпы верстка, сайт жасауға арналады. Сайт жасауды нөлден бастап үйренемін деушілерге, сонымен қатар қандай да бір тәжірибесі болған, бірақ та жақсылап бір бекітіп алғысы келетін адамдарға арналады. Тарыдай болып кіріп, таудай портфолиомен шығыңыздар, біздің курсымызға қош келдіңіздер. Енді кішігірім кіріспе жасап жіберейін. Жалпы верстка деген не? Егерде бұрын соңды бұл сөзді естімеген болсаңыздар. Верстка дегеніміз ол сайттың сыртқы келбетін, сыртқы пішінін жасау деген сөз. Сайттың ең бірінші сыналатын, көзге түсетін тұсы осы. Сол себепті қолданушылар ең бірінші көзбен сынайды сіздің жұмысыңызды. Егерде верстка жақсы болса, әдемі болса, және қолдануға ыңғайлы болса, сіздің сайтыңызды адамдар қуана-қуана қолданады. Ал егерде керісінше нашар болатын болса, қандай мықты идеясы бар болмасын, ол сайтта адамдар қолданбай қояды уақыт өте келе. Демек, версткаға жақсылап кірісу керек, ол үшін мықты бір теория және практика керек. Біздің курсымызда екі жағы да қарастырылған, өзіміз әуелі түсіндіреміз және практика жүзінде оны тапсырмалар орындау арқылы бекітеміз. Біздің курсымыздың соңғы нәтижесі ол портфолио. Портфолиоңызға егерде біздің курсты жақсылап өтіп алсаңыздар, берілген тапсырмалар дұрыс орындап, дұрыс түсініп, қабылдап отырсаңыздар, нәтижесінде бірнеше сайтты қосып ала аласыздар. Шамамен сайттың жасайтын деңгейі интернет-магазин деп көрсетсем болады. Ең бірінші сабақ болғасын барынша қарапайым қылуға тырысамыз, қатты бір қинап жібермеуге, оңай жеңіл қабылдауға жағдай жасаймыз. Осымен қатар тағы да бірнеше макет ұсынамыз. Соның ішінен практика кезінде әркім таңдап алып, қызық-қызық портфолиоларды өзіне қосып алады. Так, кеттік. Тек қана қазақша және қарапайым тілмен. Енді ара-арасында орысша сөздер қосылып кетсе мүмкін, бірақ енді проблема емес деп ойлаймын. Ең бастысы сіздерге түсінікті болса болды ғой. Шамамен 3 аптадай уақытымыз кетеді. 28 сабаққа бөліп қойдым. Теориямен және практикамен бірге жылжып отырамыз. Енді курстың құны 17 000 теңге. Неге? Өйткені осы ақшаға сіздер менің уақытымды сатып аласыздар, күнделікті менімен сұрақ-жауап ұйымдастырасыздар. Мен өзім міндетті түрде жауап беріп отырамын Телеграмда. Және де нақты бір кестесін белгілеп қоямыз. 2 күнде немесе 3 күнде бір рет кешкілік Zoom арқылы кездесіп, интерактив сұрақ-жауап ойнап, сол жақта қандай да бір пробелдер қалып қойған болса, соларды толтырып отырамыз. Қызық болса, арғарай кеттік. Курста не өтеміз? HTML, CSS, JS. JS дегеніміз JavaScript. Бұл үшеуі верстканың 3 тұғыры. HTML дегеніміз ол қаңқасы, CSS дегеніміз әдемілігі, JavaScript дегеніміз іс-қимылы, интерактивтігі. Енді біздің қолданатын құрал саймандарымыз VS Code, Chrome'дағы DevTools'ды дұрыстап қолдануды үйренеміз және веб-пакпен сборка жасауды үйренеміз. Сонымен қатар верстка туралы өткесін енді SEO-ны айтпай өте алмаймыз, бірақ та бұл өзі үлкен тақырып, сол себепті үстіртін ғана айтып өтеміз. Сонымен қатар валидация деген ол жақсы нәрсе, ұстаздың айтуын ұмыт кеткен нәрселерін валидация ұмытпай айтып береді. Мобилкаға адаптация. Енді сіздердің жасайтын сайттарыңызды болашақта адамдар тек қана ноутбуктан көрмейді, сонымен қатар телефоннан да көреді. Сіздің дизайныңыз ноутбукта әдемі көрініп, телефонда құлап қалмас үшін осы біздің курсқа қатыссаңыз болады. Сосын теорияға қатысты жалпы верстка ғана емес, жалпы программированиеге қатысты кейбір қағидалар бар. Соларды қарастырамыз. Солардың ішіндегі нақты бізге қатысты жерлерін айтып өтеміз. Сосын ең соңғы асу, ол финальная прямая дейміз бе? Финишная линия дейміз бе? Ең соңғы асу, осыған дейінгі өткен тақырыптарды жақсылап бір бекітеміз. Әуелі гиттің негізгі функцияларын үйреніп алып,
бірнеше портфолио жасап өтеміз. Портфолионы жасап боламыз, сосын қорытындыда кішігірім собеседование ұйымдастырамыз. Ол өте бір қызықты формат деп ойлаймын. Әсіресе жұмысқа тұруға оқталып жүрген адамдар үшін. Курстың жүргізушілері Нұрлан Қарақұлов және Алмаз Бейсенбаев. Қандай да бір сұрақтары туып жатса, біздің Telegram чатқа жазсаңыздар болады. Сонымен қатар Каспий Голд нөмірімді қалдырып кеттім. Егер де донат жасаймын десеңіздер, мархабат, қуана қабыл аламыз. Так, енді біздің курстың құны 17 000 деп айттым ғой. Бірақ та нақты бір кісілерге скидка жасауға жалпы дайынбыз. Қандай да бір ұсыныстарыңыз бар болса, қысылмай жазыңыздар. Біз ашықпыз кез келген идеяға. Енді осы курс талай программистердің мүмкін ең бірінші жасаған қадамы шығар. Верстка дегеніміз, әсіресе адамдар кейде программированиеге қызығады, бірақ неден бастарын білмей жүреді ғой. Сол кезде верстка стандартты ход деп айтсақ болады. Ең бірінші жасайтын қадам ол верстка. Біріншіден бұл бастауға оңай, қатты бір дайындықты талап етпейді, және егер де ұстазбен бірге өтсеңіздер, өте қысқа уақыт аралығында көп нәрсені үйреніп үлгересіздер. Енді нәтижесінде портфолиоңыз дайын болса, теорияңыз мықты болса, практикаңыз ол да жақсы өтілген болса, рынокта сұранысқа ие бір маман болып шыға келесіз. Ары қарай фронтендте, ары қарай одан кейін бэкендте жайлап келе береді. Жақсы, тағы не айтуды ұмытып кеттім. Жалпы сабақ өтілген кезде қалай өтіледі? Мен әуелі теорияны, осы тақырыптардың барлығын осылайша видеоға түсіріп, қысқаша түсіндіремін. Толыққанды емес, қысқаша түсіндіремін, және оны YouTube-қа саламын. Кімде-кім егерде 17 000 теңгені төлей алмаймын ғой деп ойласа, осы ауызша түсіндіргенді тегін сол жақтан қарай берсем болады. Ешқандай мәселе жоқ, тек қана қуаныштымыз. Бірақ та сұрақтарыңызға жауап беруге міндетті емеспін. Өйткені басқа да шаруаларым бар. Егерде тегін барлықтарыңызға көмектесе берсем, мен өзім аш қалам. Енді әзілдеп айтам. Бірақ шынымен солай ғой енді. Тегін бүкіл адамға көмектесе беру ол өте қиын нәрсе. Сол себепті кім ақша төлейді, сол ғана практикаға қатыса алады. Кім ақша төлемейді, ол YouTube-та не айтылды, сонымен ғана жылжи алады. Өкінішке орай, көптеген қызық моменттер ол жаққа шықпай қалуы мүмкін. Өйткені ол жақта мен 70-80% ақпаратты айтсам, нағыз қызық 30-20% ақпарат ол Zoom-да айтылуы мүмкін, сұрақ-жауап кезінде. Сол себепті мүмкіншілігінше практикаға қатысуға тырысыңыздар. Өйткені YouTube-тан қарайтын болсаңыздар, осы уақытқа дейін талай YouTube-тан видео қарап тастаған шығарсыздар. Жай ғана видео қарағаннан жұртпен бірге интерактивны жылжып отырған әлде қайда пайдалырақ. Нәтижесі зор. Жақсы, рахмет. Осы видеоны таныстарыңызға таратыңыздар. Мүмкіндігінше чаттарда, телеграмда мүмкін інілеріңіз бар шығар, осы программированиеге қызығып жүрген, сол кісілерге жеткізіңіздер осы хабарды. Мен қуана барлықтарыңызды құшақ жая қарсы аламын. Рахмет, сау болыңыздар. Алдағы сабақта кездескенше.